Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен оп-оңай жасалатын варенье қосылған пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Қажетті заттарды описанияға жазып қоямын. Алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін ертілген сары майымызды құйып, ертілген сары майымыз суыған түрінде болуы қажет. Оны да араластырып аламыз. Онға кішкене разрыхлитель саламыз да, шетінен салып араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл пирогымыздың тестісі песочный болып шығады. Жайлап осылай илеп аламыз да, формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне илемей осылай жартысын салып, жартысынан көбін салып, жайып аламыз біркелкі етіп. Бұл пирогтың бетіне вареньенің кез келген түрін салуға болады. Бұл пирогқа ондай көп уақытыңызда кетпейді, және де ингредиенттері де қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалады. Маған қатты ұнады, жұп-жұмсақ болып піседі, және де вареньенің кез келген түрін салсаңыздар болады, немесе повидло салсаңыздар да болады. Барлығын жайып алып, үстіне жаңағы қалған қамырымызды осылай салып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта піседі. Айтпақшы достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.